Ойбай. Баршаңызға ассалаумағалейкум, бұл Құдайберген спорт, алдарыңызда мен Самат Құдайберген. Және біз Дамир Исмағұловтың UFC-дегі 5-ші жеңісінен кейін бірден эфирге шығып отырмыз. Америкалық Остиндегі турнирде Дамир төрешілердің шешімімен грузин Гурам Кутателадзені жеңді. Финишсіз болса да өте қызық жекпе-жек болды. Алайда тіземен тыйым салынған соққы жасаған үшін дисквалификациямен аяқталуы да мүмкін еді. Қазір мен жекпе-жекті талдап, Дамирді алда не күтіп тұрғанын айтамын. Ондай болса, кеттік. Достар, мұны басында ескертіп кеткен жөн. Егер каналымызға алғаш рет тап болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыз. Бұл бізге қазақстандық спортшылар және тағы басқа қызықтар туралы видеоларды үздіксіз түсіруге көмектеседі. Ал егер каналымызға жазылған болсаңыз, осы видеоға қойылған лайк немесе жазылған пікір сізден тамаша қолдау болады. Сонымен қатар бекітілген пікірге назар аударуды ұмытпаңыз. Онда біздің достарымыз Теннисті кезеттен тамаша акция ұсынылған. Поштайкан ұтып алу мүмкіндігіңіз бар. Рахмет. Ал енді жекпе-жекке көшейік. Исмағұлов Кутателадзе жекпе-жегі тағдыр шешті кездесу болған жоқ. Екі күрескер де ұзақ уақыт үзілістен кейін шықты. Дамир 13 ай бойы төбелеспеді, ал Гурам 19 ай бойы октагонға шықпады. Олардың қайсысы бірінші болып октагонда беріледі деген ой бәрінің көкейінде тұрғаны рас. Неге тағдыр шешті кездесу болмады? Екі файтерлер де жекпе-жек алдында бір-біріне сыйластығын білдіріп, ауыр сөздермен намыстарына тиюге тырыспады. Сондай-ақ өздеріне қарсылас таңдай алатындай жағдайда емес еді. Дамир үшін бұл жекпе-жек ерекше болуының тағы бір себебі ол тұңғыш рет қазақ лақабатымен өнер көрсетті. Лақабатты Инстаграммен дауыс беру арқылы таңдады. Референдум өткізу қазақтың қанында бар. Осымен бүгін Дамир бұл мәселеге нүкте қойды деп үміттенемін. Неге екені оның азаматтығы болмаса да Қазақстанның атынан шығып жүргені бәрін таңғалдырады. Егер сізді де осы мәселе алаңдатып жүрген болса, онда міне жауап. Дамир UFC-дегі 3-ші жекпе-жегінен бастап ресми түрде Қазақстан атынан шығып жүр. Алайда октагонға екі тумен шығатын. UFC үшін басты фактор төлқұжат емес, бастысы елмен байланыс. Мысалы, Камару Усман мен Израиль Адесanya біраз уақыттан бері Нигерия азаматтары емес, бірақ осы елдің атынан шығады. Ал Джулиана Пенья ақш-та дүниеге келгенмен Венесуэла туын желбіретеді. UFC үшін ең бастысы елмен байланыс. Және Дамирде бұл байланыс сөзсіз бар. Гурамда іс жүзінде Дамирдің күйін кешуде. Ол да екі тумен шығатын. Туған жері Грузия мен 2019 жылы азаматтығын алған Швецияны. Біраз уақыттан бері UFC ту алып шығуды тыйым салды. Сондықтан файтерлер қай елдің атынан шығып жатқанын біз тек ресми хабарландырудан біле аламыз. Гурамда нақты бұл жекпе-жекте Грузия туы, Дамирде Қазақстан туы тұрды. Айтпақшы, Кутателадземен жекпе-жекке Дамир Атырау атынан шықты. Бұрыштағы бас бапкері біздің танымал ММА жаттықтырушысы Панкратион Федерациясының президенті Сағындық Мекеев болды. Трансляцияларда дәл соның кеңестері естіліп жатты. Жекпе-жек бойы бұрышта бір ғана түсініспеушілік болды. Бірінші раундтан кейін бірден орындық бермеді. Қалған кезде Дамирге нұсқаулықты тамаша беріп отырды. Жекпе-жекті Гурам белсенді бастады. Бірінші раунд грузиннің еншісінде болған сияқты. Бастапқы 30 секунд ішінде ол 2 рет жақсы соққы жасады. Дамир жебіне сеніп, екінші минуттан бастап қарсыласының соққыларына ауаға кетуін қамтамасыз етті. 20 минуттан кейін Дамирдің өзі де раундтағы ең үздік соққысын жасады. Қолдан асыр болды. Қысқаша айтқанда, бірінші раундтың нәтижесі Гурам соққыларға көп мән берді. Бәлкім басқа қарсылас болғанда ол бірінші раундтақ оны есеңгіретіп жіберермеді. Бірінші раундтан ақ Дамирдің оң көзінде проблемалары байқала бастады. Неге екені көзін қайта-қайта жыпылықтата берді. Мұның себебі әлі маған белгісіз. Бірақ менің ойымша, мәселе жекпе-жекке дейін лагерде болған сияқты. Бірінші раундта файтерлер күреске барған жоқ. Тор маңынан шықпай сынасты. Оның үстіне олардың біріншісін Гурам өте қауіпті шынтақпен соққы жасап аяқтады. Бірінші раундтың соңына таман Кутателадзенің мұрнында жырық пайда болды. Кейін ол үлкейе берді. Екінші раунд мүлдем басқаша болды. Дамир раундтан раундқа күш қосатымен танымал. Бұл жолда ол мұны растады. Ол өз дистанциясын тез анықтады. Қарсыласының соққылары мүлт кетуін қамтамасыз етті. Шабуыл өтінен сәті шығып отырды. Және өзі жиі соққы жасап отырды. Екінші минуттағы джептердің бірі Гурамға үлкен қиындықтар тудыру мүмкін еді. Бірақ ол уақытында қорғана білді. Тор маңында да Дамир өзін жақсы ұстады. Кутателадзенің ең жарқын эпизоды 4-ші минуттың соңы мен 5-ші минуттың бас арасында болды. Сәл іліп әкетті. Гурамды сол мезетте жырығы мазалай бастады. Ол енді мұрнында ғана болған жоқ. Ол үнемі көзін уқалай берді. Бұл мәселе оны мазалап тұрғанының белгісі. Екінші раундтың басты қорытындысы тамаша қарқын. Жекпе-жек қызық өтіп жатыр. Үшінші раунд шешуші болды. Бұрышта екі файтерге раундтар бойынша 1-1 болу мүмкін деп айтылды. Екі төреші картасында шынымен 1-1. Ал үшінші картада Дамирдің пайдасына 2-0 болды. Үшінші раундтың басында Дамирде 2 немесе 3 бокс комбинациялар болды. Ал Гурам болса дистанцияны жоғалтып алды. Және өзіне қайтарамын деп ауа қармап қалды.
Әйтеуір қолынан келмеді. Есесіне лоу-киктермен Дамирдің әбден мазасын алды. Аяғының күшін алып қойғаны рас. Дамирдің Таиландта дайындалғанын ескерсек, менің ойымша ол мұндай жұмысқа дайын болды және залалдың қатты болмауын қамтамасыз етті. Дамир қарқынды жақсы ұстады. 4-ші минутта Гурамның жанармайы таусылып жатқаны байқала бастады. Кия деген өзіне тән соққысын әрең жасағандай көрінді. Дамир 2 рет күресуге тырысты. Бірақ біз бұл жекпе-жекте күресті іс жүзінде көрмедік. Бірақ дәл осы жекпе-жектің мерзімінен бұрын аяқталуына әкелуі мүмкін еді. Аяқталуға 30 секунд қалғанда Дамир Гурамды құлатқан еді. Бірақ грузин бірден күш салып үстіне шығып алды. Кутателадзе тұруға тырысқанда ол қарсыласын торға итеріп жіберді. Ал сол жерде әйгілі төреші Херб Дин файтерлерді тұрғызды. Дин не үшін бұлай істегені түсініксіз. Оның үстіне тек 11 секунд қалған еді. Дин тайм-аут жариялады. Көзге немесе қуыққа соққы болды деген күдікке алады. Бірақ бірнеше секундтан кейін қайталау бәрін көрсетті. Тіземен тыйым салынған соққы болды. Дамир 3 нүктемен төсенішке сүйеніп тұрғанда Гурам тіземен тиеді. Әрине әдейі емес. Осы сәтте флешбектерді Дамирдің досы Петр Ян, ал мінберде Петр мен Дамирдің менеджері Саят Абдрахманов бақылап тұрды. Дамирге қалпына келуге уақыт берілді. Гурам бірнеше рет кешірім сұрады. Дамир бұл кешірімдерді қабылдады. Барлығы қисынды. Дамир рөл ойнаған жоқ. Шындығында ешкім әдейі істеген жоқ. Екеуі де ермінезділік танытты. Жекпе-жек былай аяқталды. Гурам аяғымен тиді, бірақ қатты емес. Есесіне Дамир бүйірінен қарсы соққымен қарсыласын есеңгіретіп жібергендей. Бірақ мұны әрі қарай дамытуға уақыт жеткіліксіз болды. Төрешілер шешімімен аздап қателік орын алды. Ринг анонсерге төрешілердің жазбалары дұрыс берілмеді. Бір төрешінің қорытынды бағасын дұрыс есептемеген. Дамирдің көпшілік шешімімен жеңіске жеткені жарияланды. Бірақ ресми қорытынды жеңіске бөлек шешіммен жеткен. Карточкаларға қатысты сұрақтар бар. Бұл жалпы осы жазда ММА-де ең көп талқыланатын тақырыптардың бірі. 3 төреші тек 2-ші раундты бағалауда ғана ортақ шешімге келген. Мұндай инцидент бірнеше UFC жекпе-жегінде болды. Жеңімпазды анықтауда бір нәрсе жасау керек. Және менің ойымша, UFC басшылығы осыған байланысты реформалар туралы ойлануда. Жекпе-жектен кейін Дамир өте көңілді сұхбат берді. Ол тағанда қызық болсын деп күресетінін айтты. Жалпы ерекше сұхбат болды. Тек бір өкініштісі ағылшын тілі қажет. Онсыз UFC-де атыңды шығару қиын болады. Дамир бұл жекпе-жекпен тағы да рейтинг туралы әңгіме бастады. Бірақ Гурам ұзақ уақыт үзілістен кейін шыққанын және рейтинг беру екіталай екенін ұмытпайық. Менің ойымша, UFC Дамирге алдағы айларда тағы бір жекпе-жек береді. Содан кейін ол рейтингке шығады. Жиі күресіп тұру қажет. Ұзақ үзілістер, жылына бір жекпе-жек. Дамирдің бұл сәтсіз сериясы үзілді деп үміттенеміз. Ал қалғанының бәрі ода әдемі. UFC-де қатарынан 5-ші жеңіс, MMA-де қатарынан 19-ші жеңіс. Өте әсерлі сандар. Ендігі мансабында үлкен қадамдар жасау керек. Бастысы денсаулық сыр бермесі болды. Бүгінге осы Дамир Гурамның толық жекпе-жегіне сілтеме осы видеоның астында бар. Өз ойларыңызды да жазып кетіңіздер. Осы жекпе-жектен алған әсеріңіз бен пікіріңізді оқуға мен дайынмын. Алға Қазақстан! Дамир UFC рейтингіне кіреді деп сенеміз. Біз жеңеміз. Көріскенше.